NetInstall. NetInstall микротик құрылғыларында роутер OS-ті орнатуға және қайта орнатуға арналған микротик құралы. Егер сіздің құрылғыңыз дұрыс жұмыс істемей тұр деп ойласаңыз, NetInstall қолдану бірінші кезекте қарастырыңыз. NetInstallды қолдануда бізде мынандай микротик роутер борт бар деп есептейік. H-Access Point моделі мына жерде келтірген RB951-2ND. Ол бізде шынымен бар. Міне микротик. Қазір осыны іске қосамыз. Видеодан көрсетемін. Мен не істемекшімін? Осы жердегі операциялық жүйені, ішіндегі роутер OS-ті жойып, жаңа роутер OS программалық операциялық жүйе қоймақшымын. Сол үшін мен NetInstallды пайдаланбақшымын. Себебі менің микротик құрылғым өте дұрыс жұмыс жасамай тұрған сияқты. Себебі оны мен сіздерге түсіндірейін. Мына жерде оның Ethernet порттары арқылы алғашқы бірінші жүктелген кезде, қосылған кезде пинг тұрақты болмайды. Мысалы қараңыз, мен қазір пинг жасаймын құрылғыға 88.1. Бұл жерде тұрақты, қазір тамаша. Алайда кейбір жағдайда бұл жерде пинг дұрыс болмай қалады. Соған байланысты мен роутер OS-ті переустановка жасамақшымын. Бұл қарапайым тілмен айтатын болсақ, мысалы компьютердегі Windows операциялық жүйесін переустановка жасағанға ұқсайды. Менің компьютерімде қазір ноутбук, бұл жерде Windows 10 операциялық жүйесі орнатылған. Осыны переустановка жасайтын болсақ, тура соған ұқсайды. Біздің құрылғыдағы роутер OS операциялық жүйесін переустановка жасаған сияқты. Бұл құрал Windows жүйесінде арналған графикалық интерфейс нұсқасында жұмыс жасайды. Оны мен жүктеп қойдым. Міне загрузки NetInstallды жүктеп алдым. Оны қай жерден жүктейміз деген сұраққа келетін болсақ, ешқандай қиындық жоқ. Microtik компаниясының ресми сайтына барамыз. microtik.com download. Осы жерде төмен қарай түсетін болсақ, қосымша программалық жабдықтар NetInstall Windows үшін. Міне осының 7.19 stable версиясын жүктеп аламыз. Одан кейін не істейміз? NetInstallды қолдану тәртібі дейді. Бірінші былай істейік. Мен NetInstallды қазір запуск от имени администратора жасайын. Запись жүруде. Жақсы. Енді NetInstallды запуск жасадым. Одан кейін қолдану тәртібі. Компьютеріңізді құрылғының boot портына немесе Ether1 портына қосыңыз дейді. Қазір мен мына жерде видеоны іске қосам телефоннан. Міне роутер борт микротик құрылғысы. Осының Ether бірінші порт мынау негізі. Бірінші порт мынау. Осы жерден ол DHCP арқылы IP адрес сұрайды. DHCP арқылы IP адрес сұрайды. Одан кейін жалпы бұл Ether бірінші порт. Осы роутер борттың бірінші порты. Мен қазір оны суырып, осы жерге қосуым керек кабель. Қазір менде 4-те қосылып тұр, көріп тұрғандарыңыздай. 3-тің неге жанып тұрғанын мен шын айтсам әлі түсінбедім. Оны интернеттен қарастырып көру керек. Енді не істейміз? Демек, компьютеріңізді құрылғының Ether1 портына қосамыз. Одан кейін құрылғыны reset батырмасын басулы күйде ұстап тұрыңыз. Мына жерде міне арт жағында көрсетейін. Міне reset деген кнопканы осы жерге сым қосып ұстап тұруымыз керек, басып. Одан кейін бірінші тоқты суырып тастаймыз. Одан кейін мына жерге басып ұстап тұрамыз. Одан кейін барып тоқты қосып ұстап тұрамыз. Және құрылғы осы NetInstall құралында пайда болғанға дейін батырманы жібермеңіз дейді. Мына жерде бізде құрылғы пайда болу керек. Назар аударыңыз, NetInstall құрылғының жадын толық форматтайды. Барлық конфигурациялар мен сақталған файлдар жойылады дейді. Дегенмен роутер OS лицензия кілті жойылмайды, және роутер бортпен байланысты баптаулар, мысалы процессор жиілігі өзгермейді депті. Енді не істейміз? Демек, Windows жүйесі үшін NetInstall утилитасының stable версиясын жүктеп аламыз. Файлын, одан кейін роутер OS нұсқасын таңдаңыз дейді. Бізге керекті операциялық жүйені жүктеп алу керек. Бізге ұсынылатын stable нұсқасы. Тағы да өзіміздің құралды Google-дан іздеп тауып аламыз. Мысалы, менің құралым мынау. Сөйтіп, осы жерде оның Support and Downloads-ға келеміз. Router OS соңғы нұсқасы Current Release, Download жүктеп алу. Міне Router OS 7.19 және Wireless 7.19 операциялық жүйе программалық жабдықтары. Осыларды жүктеп алу керек. Мен оларды әрине тағы да жүктеп алдым. Міне екеуі менде тұр. Одан кейін не істеуіміз керек? Одан кейін
компьютеріңіздегі барлық желілік интерфейстерді Wi-Fi, Ethernet, LTE кез келген интерфейстің барлығын өшіріңіз дейді. Тек net install үшін пайдаланылатын интерфейсті қана қосулы қалдырыңыз дейді. Әйтпесе net install дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Сосын компьютерге статикалық IP-ді орнату керек. Так, енді ойланайық осы жерде. Мен қазір құрылғымды ресет жасайтын болсам, қазір мен микротикке қосылып тұрмын. Менде 88.252 деген IP-шникті маған берді керісінше бұл құрылғы. Мен қазір бұны жойып, ол жерге статикалық IP адрес беруім керек. 192.168.88.2 деген осы компьютерде IP адрес беремін. Default gateway'ді 88.1-ге орнатамын дейді. Сосын net install'ды қосуымыз керек. Достар, бір нәрсе айта кетейін. Мына жерде жаңа оқып кеткендей қалай жасайтынымызды қараңыздар. Бұл жерде net install'ды қолдану тәртібі үшін бұл жерде құрылғыны reset батырмасын басулы күйде ұстауымыз керек. Мен олай жасағым келіп тұрған жоқ. Менде операциялық жүйеге қол жетімділік бар менде. Қазір мен қайтадан қосыламын. Міне, мен операциялық жүйеге қосыла аламын. Роутер OS-қа қосыла аламын. Сондықтан мен басқа нәрсені қолданғым келіп тұр. Нені қолданғым келеді десе, кішкене төмен қарай түсемін. Мына жерде бірден оқып кетейін. Так, қазір. Міне, Etherboot режимі. Осы режимге түскім келіп тұр. Etherboot бұл микротик құрылғысын net install көмегімен қайта орнатуға мүмкіндік беретін арнайы жүктеу күйі. Бұл жерде микротик құрылғылары екі түрлі жүктеуші бутерді қолдайды дейді. Бұл жерде негізгі бутер және қосалқы backup бутер деген екен. Так, сериялық консоль кабель бізде жоқ. Құрылғыны толық өшіріңіз, reset батырмасын басыңыз, одан кейін құрылғыны қосып, жаңағы USB жыпылықтайды дейді. Одан кейін барып bootp режимінде net install арқылы операциялық жүйе орнатуға болады. Немесе Router OS операциялық жүйесі арқылы Etherboot режиміне көшу. Егер құрылғы қалыпты жүктеліп тұрса, және оған қосыла алсаңыз, біздің жағдайда яғни қосыла аламыз, кіре аламыз. Etherboot режимін өте оңай іске қоса аламыз дейді. Ол үшін келесі команданы орындаңыз. Келесі команда System Routerboard Settings, Set Boot Device, Try Ethernet once, then none дейді. Бірінші Ethernet арқылы жүктелуге тырыс, одан кейін барып болмаса, бұрынғы ескі операциялық жүйесін орнатыңыз дейді. Олай болса System Routerboard, мына жерде міне System Routerboard, одан кейін жазылғандай Settings, одан кейін Boot Device. Так, міне Boot Device. Boot device осы жерде жазылып тұр. Біздің жағдайда қазір операциялық жүйе бірден орындалады, одан кейін барып Ethernet кетеді. Ал біз бұны мынаған қойымыз керек. Try Ethernet once, then none деген қойымыз керек. Так, бұны қазір біз жасай аламыз, перезагрузкада жасай аламыз. Одан кейін біздің net install бағдарламасында ол пайда болу керек. Қазір кішкене көтерілейік, ары қарай не болады екен бізде. Так, net installды іске қосқан кезде өзіміздің компьютерге статикалық IP адрес береміз. Net installды іске қосамыз. Так, net install іске қостық. Осы жерде net install exe файлын іске қосыңыз, одан кейін run батырмасын басыңыз. Net install әкімшілік құқықтарын талап етеді. Allow барлық рұқсатты береміз. Так, net install қосымшасына желі арқылы қатынауға рұқсат беріңіз. Оны береміз. Мынандай бізде сұрақ туындайтын болса, сіздер бәріне галочка қойып, public network access, private network access, allow access деген басасыздар. Тағы айтып кеткен екен, бұл жерде net booting параметрлерін орнатыңыз дейді. Клиент IP адрес уникалды болсын деген екен. Демек не істеу керек? Бұл жерде net booting параметрлері, осы жерде boot server enabled галочка қоямыз, client IP адрес дейді. Бұл жерде client IP адрес дегені не? Қараңыздар. Client IP адрес дегені бұл net install сервері, біздің программалық жабдық, утилита. Net install құралын іске қосып тұрған компьютеріңіз, net install жасауға тырысып жатқан микротик құрылғысына, жаңа көрсеткен құрылғыға уақытша беретін IP адрес, уақытша тағайындайтын IP адрес екен. Біз оны мысалы 3 деп қойсақ болады. Немесе 7 деп қояқ. Ең бастысы біздің сетте осы 88-ші пакетті қолданбаса болды. Окей дейміз. Одан кейін не керек екен?
Ethernet кабелі арқылы микротик құрылғысын тікелей компьютерге қосыңыз дейді. Ол жерде арасында ешқандай маршрутизатор, коммутатор арада болмауы тиіс дейді. Құрылғыдағы Ether 1 немесе boot деп аталынатын арнайы порт болуы мүмкін. Сол портқа тікелей компьютермен жалғаңыз дейді. Одан кейін барып, міне бізге IP адресті бердік, netboot настройкаларын жасадық. Кейіннен барып, жаңағы біз ресетті пайдаланбаймыз, біз Etherboot режимін пайдаланамыз. Etherboot режимін пайдаланамыз, оны біз операциялық жүйеден жасаймыз. Одан кейін роутер OS операциялық жүйесін орнату. Құрылғы NetInstall терезесінде пайда болғанша күтіңіз дейді. Мына жерде біздің роутер devices құрылғы пайда болу керек осы жерде. Одан кейін құрылғыны таңдаңыз, керекті құрылғыны таңдаймыз. Содан кейін брауз батырмасын басып, жүктелген операциялық жүйенің пакеттер орналасқан қалтаны папканы таңдаңыз дейді. Мына жерде біздің құрылғы пайда болғаннан кейін браузды басып, мына жерде загрузки, одан кейін осы жердегі операциялық жүйелерді таңдаймыз. Яғни ол қайда? Так, NetInstall. Так, қазір қарайық, NetInstall, browse, одан кейін downloads. Downloads'тың ішінде екі папканы көреміз. Одан кейін сол папкалерді біздің операциялық жаңағы роутер бортқа құрылғыға орнатуымыз керек. Сөйтіп барлығы сәтті орнатса, installation is finished successfully деп жазады дейді. Кейін қосымша параметрлер бар екен. Олай болса жасап көрейік. Былай не істейміз? Қазір былай істейік. Менде енді өкінішке орай қазір Wi-Fi-ді өшіреміз. Себебі басқа барлық порттардың барлығы өшіп тұру керек. Ал Ethernet порт менде қазір бұл 4-ші портқа қосылып тұр. Мен қазір телефондағы видеоны қайтадан іске қосайын. Так, міне 4-ші порт қосылып тұр. Қазір осымен бірге ауыстыруым керек. Мына жерге ауыстыруым керек. Компьютермен тікелей байланыста болады. Алайда мен мына жерде мынаны жоғалтам. Мынаған доступты жоғалтам. Сондықтан былай жасайық қазір. Так, статикалық IP адресті қолмен беріп үлгеремін. NetInstall'дағы netbooting IP адресі орнында тұр. Олай болса, біз дайынбыз негізі. Программалық операциялық жүйелердің бәрі жүктеліп тұр. Міне екеуі керегі жүктеліп тұр. Так, router OS, wireless OS. Тырысып көрейік. Олай болса, былай жасаймын. NAND if fails then Ethernet. Жоқ, бірінші бізге Ethernet. Try Ethernet once, then NAND. Бізге керек осы. Так, бұл жерде қазір былай істейік, қараңыздар. Мына жерге мен Wi-Fi мен осы микротикке қосылып алайын. Сіздерге түсіндірейін, қазір былай жасаймыз. Микротикке Wi-Fi мен қосылып алайын. Кейін бұны өшіре салам. Қазір былай істейміз. Ал Ethernetке келген кезде, мына жерде мен қазір disconnect жасап тастайын. Session disconnect. Ал Ethernetке келген кезде, бұл жерге біз статикалық түрде IP адрес береміз. Себебі бұл біздің қазір сервер осы жерде жұмыс жасайды. NetInstall сервері 192.168.88. Компьютерге IP адрес 2-ні бере салайын. Основной шлюз бізде 192.168.88 1 бола берсін. Основной шлюз. Немесе 7 болу керек па. Осы жер түсініксіздеу. Так, основной шлюзді қазір көреміз мына жерде. 8 1-ді қалдырыңыз деген екен. Жарайды, 8 1 болса 1 болсын. Так. Одан кейін предпочитаемый DNS сервер 192.168.88 1. 88 1. Одан кейін окей. Закрыть. Енді мен мынаған қосылуға тырысамын. Бұл жолы Wi-Fi мен қосылам. Ethernet ол жерде қазір статический IP адрес тұр. Так. Қазір мен Ethernetті өшіре тұрайын. Уақытша. Сөйтіп мынаған қосылуға тырысайын Wi-Fi-дың арқасында. Міне қосылдым. Енді перезагрузка жасауға дайынмын. Бізде NetInstall кішкене мына жерде бір требуем здесь свое контент неверен дейді. Так, не дейді мынау. NetInstall неменеге? Бізде бір нәрсе дұрыс емес деп отыр. Көрейік, запускать етмен администратора. Да.
Netbooting 192.168.88.3. Окей. Тұра берсін. Так, барлығы нормально. Енді қазір перезагрузка жібереміз, Wi-Fi-ды өшіреміз, ал мынаны қосамыз. Так, settings, Ethernet. Порттарды. Достар, мен қазір мына қараңыздар, телефонды қосайын. Сөйтіп, Ethernet портты бірге қосып қояйын осы жерге. Міне бірге қосып қойдым бірінші портқа. Міне жанып тұр лампочкасы. Енді былай жасаймыз қазір. Try Ethernet 1, then non-teams. Apply. Так. Device mode 6-те тұр, соған байланысты невозможно дейді. Так, бұл қызық болды. Мүлдем ресет жасап жүрсем екен онда настройкаларын. Окей. Жарайды, жасайық. Ресет жасайық, одан кейін барып мынаны қайтадан роутер борт жасаймыз. Қазір system, reset configuration, no default configuration, do not backup, reset configuration. Yes, reboot жасаймыз. Қазір мынау бізде өшеді. Так, телефонды міне қостым видеоны. Роутер борт қазір бізде өшіп қалды. Мына жерде Mikrotik ITU дегеннің де аты ауысып кетеді. Біраз уақыт болды. Mikrotik'ның аты ауысады. Wi-Fi бізде нет подключения болып тұр. Сведения көреміз. Свойства. IP версия автоматымдыр бұл жерде. Мынаны жояйық. Окей. Так. Міне, мынау құрылғы қосылуда бірінші порты, үшінші порты жанды. Сөйтіп, Wi-Fi-ды іздейміз. Бізде Mikrotik'тің үнсіз түрде дефолт конфигурациясы шығу керек мына жерде аты. Так. Бұл жерде әзірге көршілер шығуда, көрейік. Жарайды, Wi-Fi шықпай атыр. Ол бізді қызықтырмайды. Былай істейікші, Wi-Fi-ды өшіріп тастайық, қазір Ethernet-пен ақ қосылып көрейік. Бірақ жаңа айтқандай бізде пингпен проблема болуы мүмкін. Так, net install жабылып қалды. Mikrotik міне қосылды. Енді біз пинг жасап көрейік. 88.1-ге Ethernet бірінші порт. Так, ол 88.1 бізге қазір жауап бермей жатыр. Көреміз свойства. Біздің IP адрес 2, 88.1 жауап бермей жатыр. Олай болса, Winbox-ты қайтадан ашайық. Так, MAC адрес бойынша қосылып көрейік. Қазір міне MAC адрес бойынша бізде логин админ, пароль болмайды үнсіз түрде, connect қосылды. Бізде ескі пароль еш нәрсе керек емес. System, осы жерде router board, settings, try Ethernet once, then none. Окей, apply. Так, try Ethernet неге? Couldn't change settings дейді. Так, интернеттен іздеп көрейік. Неге осылай жазып жатыр? Бұл жаңа ғана істеп тұрған сияқты. Так, подключение. Үйдегі интернетке қосыласайын бірінші. Сөйтіп мына қатені разбираться етіп көрейік. Couldn't change settings, not allowed by device mode 6 дейді. Google Gmail-дан сұрап көрейік. Так, бұл жерде қате соңғы операциялық жүйеге байланысты дейді. Мысалы, роутер OS V719-дан бастап шықты дейді. Біздің жағдайда біз операциялық жүйенің жаңағыда пакеттердің барлығын жаңартып 719-ға дейін жаңартып тастаған болатынбыз. Бұл жердегі мақсат қарапайым үй немесе шағын бизнестегі қолдану режимдерін шектеу дейді. Device mode. Бұл жердегі идея осы security. Кейбір қолданушылар байқаусызда жүйедегі маңызды сеттингстерді, әсіресе құрылғының жұмыс жасау үшін маңызды нәрселерді өзгертіп жібермеу керек. Мысалы, бізде қазір basic және қолданып тұр, ал advanced мод бізде жабық тұрған сияқты. Бұл сіздің құрылғыда неге болуда?
микротик осындай роутербордтағы фундаменталды сеттингтерді boot device ол sensitive болып саналады, және ол home basic модта жұмыс жасамай flagged дейді. Ол уақытша ол жерде жаңағыдай іске қосу мүмкін емес дейді. Оны өзгерту үшін бұл процесс терминалда мына команданы теру, сонымен қатар физикалық қандай да бір активность керек дейді. Терминалды ашыңыз, мына команданы орындаңыз дейді. System device mode update router board yes дейді. Так, router board бұл жердегі өзгеріс жасауыңызға мүмкіндік береді дейді. Бұл команда орындағаннан кейін терминалда бір қандай да бір қате шығуы мүмкін, жаңағы ақпарат. Так, бізге демек не істеу керек? Мына жерде физикалық тағды, мысалы жаңағыдай reset button жасау керек дейді. Одан кейін так, мына команданы қолдану керек. System device mode update router board yes копировать. Осы жерге келейік. Одан кейін терминалда лицензияны оқуымыз кеп тұрған жоқ. Жаңа пароль орнатыңыз дейді. Админ де орната салайын пока. Так, мына команданы берейін. Қазір бізде жүйені перезагрузка жасау керек. Reset button, mode button дейді. Turn off power. Жарайды, компьютерді перезагрузка жасау керек. Мына жерде физический активность. Мен қазір роутербордты суырамын. Одан кейін қайттан қосамыз ке. Көрейік не болатынын. Так, роутерборд программасы іске қосылды. Қайтадан рефреш жасаймыз. MAC адрес бойынша табамыз. Connect жасаймыз. Бұл жерде так, пароль енді қойылған, сондықтан қабылдамай тұр. Админ деп теремін. Іске қосылды. Так, мына жерде бір нәрсе жазды. Firmware updated successfully. Take effect дейді, бір нәрсе дейді. Так, қайтадан жасап көреміз. System, router board. Одан кейін settings. Try Ethernet once and not. Так, Ethernet қазір іске қосылып тұр. Беспроводнойды өшіруіміз керек. Тағы не мәселе? Так, мынаны өшіре салайын. Одан кейін net install бағдарламасын іске қосып қояйық. Запускать администратора. Net booting орнында тұр. Так, apply. Окей. Так, system. Так, жаңағы settings тұр ма орында? Орында тұр. Енді системаны перезагрузка жасайық. Reboot, yes. Так, қайтадан лампочкалар өшті. Құрылғы қазір қайтадан перезагрузка кетуде. Тағы бірнеше уақыт күтеміз. Мына жерде қазір үзіледі бізде бағдарлама. Сосын мына жерде, міне, роутерборд пайда болды. Ready дейді, статус. Тамаша. Енді Winbox-ты әзірге қоя тұрайық. Программа пайда болды. Енді біз осы жерге программаларымызды орнатайық. Қай программалар? Browse, загрузки. Одан кейін керекті программалар. Так. Ал біздің программалар неге жарамайды деп тұр? Загрузки. Міне мынау екеуі тұр. Бұларды не істеу керек? Папку. Так, browse. Router OS. Окей. Міне екеуі енді шықты. Одан кейін installды басамыз. Бізде құжатта солай берілген. Міне серверді қойдық, құрылғыны таңдадық, документтерді таптық. Одан кейін install, router OS, net install. Так, installation жасау керек. Install. Formatting hard drive. Роутербордтың hard drive-ын барлығын жояды. Мына жерде жазылған, сондықтан ақпаратты оқу керек. Қазір мен кішірейтіп қояйын.
пингті өшіре салайық. Так, мына жерде міне операция басталуда. Transferring router OS файлды трансфер жасауда. Бұл жерде бір маңызды ескертулер бар. Мына жерде оқып кетейік. Төмен қарай түсемін. Так, егер орнату басталмаса, прогресс көрсеткіші қозғалмаса, NetInstall бағдарламасын жабыңыз, қайта іске қосып көріңіз, немесе құрылғыны разработка режиміне қайта қосыңыз. Егер мәселе шешілмесе, басқа компьютерде байқап көріңіз депті. Так, қазір төмен жағына түсемін. Міне роутерборд қарасаңыздар, ешқандай лампа жанылатын жоқ, LED панелі. Сонымен қатар мына жерде қызылмен дәу қылып жазылған бір хабарлама бар еді, ол қайда кетіп қалды? Бір маңызды ескерту. Жалпы айтқанда компьютерде бұл программаны үйтіп орнатпау керек hard drive-да, себебі бұл операционный система компьютеріңіздегі программаны жойып жіберуге мүмкіндігі бар. Енді installation finished successfully дейді. Бізде сәтті аяқталды дейді. Одан кейін не істеуіміз керек екен көрейік. Так, қосымша параметрлер. Құттықтаймыз, құрылғыңыз сәтті орындалды. Енді оны конфигурациялап, желіңізге қайта қосуға болады дейді. Так, олай болса NetInstall жабатын шығармыз осымен. Так, окей, configuration successfully. Закрыт. Шығар. Енді көрейік. Мына жерде міне пайда болды екеуі. Refresh жасаймын. IP адрес әзірге ол жерде жоқ. MAC адрес бойынша тұр. Пароль бізде ол жерде жойылып кеткеніне сендім. Себебі барлық нәрсе жаңадан болды. Міне жаңадан жүйе жүктелді. Операциялық жүйенің нұсқасын байқамай қалдық, бірақ жүйенің апдейт болғанын қалай байқаймыз? Так, лицензияны оқыңыз келе ме? Жоқ, оқығым келмейді. Жаңа пароль қойғыңыз келе ме? Жарайды. Админ деп қоя салайын. Так, installation finished successfully. Жарайды, router OS және wireless'ті қойдық деп ойлаймын. Wireless, Capsman, wireless, Wi-Fi. Одан кейін bridge mode, интерфейстерді қараймыз. Міне VLAN порты бар, Ethernet порттар барлығы орнында. Сонымен қатар бізде лампалар свет жанды. Олай болса NetInstall'ды сәтті орнаттық деп есептеймін. Мына жерде солай жазды ғой. Сонымен бітті, finish'ті басымыз керек, мынаны жабамын. Иә. Достар, осымен сабақ бітті. NetInstall сабағы осымен осы жерде бітті деп ойлаймын. Бір маңызды ескерту болатын, қызылмен жазылған. Оны қайда екенін қазір таба алмай отырмын. Кішкене төмен қарай түсіп көрейік. Мына жерде лицензия кілттерінің жоғары жағында өшірлерде болатын. Жаңарту және басқаруда жазылған болу керек. Қазір төмен қарай түсейік. Так, иә, мына жерде жазылған. Назар аударыңыз, роутер OS жүйесін өзіңіздің компьютеріңіздің жүйелік дискіге орнатуға тырыспаңыз. Компьютеріңізде орнатуға тырыспаңыз. Бұл әрекет қатты дискіні, сіздің компьютеріңіздің hard диск, SSD дискіні толықтай форматтайды және сіздің операциялық жүйеңізді жойып жібереді. Осындай қауіпсіздік сақтық шараларын ұмытпаңыз. Олай болса, микротикпен танысуды ары қарай жалғастырамыз, әртүрлі режимдер жасаймыз. Мына жерде міне қосымша функциялардың, жаңартулардың пайда болғанын байқап отырмын. Сонымен қатар бізде пакет соңғы нұсқасы екеніне сенімдімін. Қараңыздар, бізде бұл жерде System, Packages, Router OS, Wireless екеуі де міне бүгінгі 3 күн бұрын шыққанын байқаймыз. Өте жаңа екенін байқаймыз. Апдейттерді іздейтін болсақ, finding out latest version дейді. Міне couldn't resolve. Бізде қазір интернет қосылмаған, сондықтан таба алмады. Жарайды, бірақ айтқым келіп отырғаны бізде соңғы нұсқасы бұл жерде орнатылған. Барлығы жақсы. Келесі сабақта кездескенше, ұнаса сіздерге лайк басыңыз, каналға жазыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.